Сандбадтың 3-ші саяхаты. Құдайдың жомарттығында шек бар ма? Маған бәрін берді ғой. Жоқтың орны толды, барда баға болмады. Бағдатта дүниені кешіп біраз тұрдым. Ойын сауық, байлық барлықтан да адам зерігеді екен ғой. Тағы да біраз елді аралап, сауда жасап пайда табайын деген арам ой тағы келсін. Саудагер деген пайдаға жанын сарп ететін жандар емес пе? Бір күні тәуекел дедім де, көптеген дүние мүліктерді тай-тай буып кемеге тидім де, басыра қайдасың деп тартып кеттім. Есептеп қарасам, құрғақтың жүріс шығыны судан 5 есе қымбатқа түседі екен. Өлім қауіпі болса да кемемен жүрейін деген ой түсті. Кеменің үсті тола атақты саудагерлер мен кезбе жолаушылар екен. Кемешілер де келісті кісілер болып шықты. Кемеге отырдым да, тағдырдың толғаусыз айдауына басымды байладым. Жылжыған кеме теңізден теңізге, жазирадан жазираға сырғи берді. Адам басы қылтиған жерді тастамай саудамызды жасап келеміз. Пайда көбейген сайын көңілді теңіздей таси берді. Күндердің бір күні кеме сұрапыл толқынның ортасында келе жатты. Арыстандай ақырып, айғырдай тепскен түйе толқындар кемесінің зәресін ұшырғандай. Ал пайданың қызығы мен өлімді ұмытқан біздер еш нәрсені елең қылғанымыз жоқ. Кемеші ойбай салып жылап, басы көзіне шапалақ ұра бастады. Қызметшілерін шақырып, кеменің желкенін жинатты. «Уа, не боп қалды?» дестік бәріміз шуласып. «Несін сұрайсың? Құдайдың құрдымының аузы ашылды, құрыдық енді. Қарабақтың дауылы бізді айдап, албастылардың тауына әкеп тақады. Мұндағы адамдар маймылдар сияқты. Бұл жерден аман кеткен ешкім жоқ. Енді тіршіліктен үміттеріңді үзе беріңдер», деді де кеменің зәкірін суға тастады. Кемеші сөзін аяқтамай-ақ маймыл тектес бәлелер кемені қоршап алды. Қисапсыз көптігінен сескенген біз еш нәрсе істей алмадық. Бірін өлтіріп алсақ, басың бәлеге қалатының көрініп тұр. Қол тигізу түгілі әрі түрдеуге шама жоқ. Қаншама батыр болғаның мен көптің аты көп емес пе? Қазір төпей бастай ма деп те зәре қалмады. Адам ба, хайуанат ба, айырып болмайсың. Бастағы шаштары қара киіздей ұйысқан, ұсқындарынан жүрегің ұшады. Бұлардың тілін ешкім түсінбейді. Бұрын мұндайларды біреуі де көрмеген шығар. Өздері адамға үрке қарайды. Көздері сап-сары, бет-аузы қазанның түп күйісіндей. Бойлары тапал, әрі барғанда 4 қарыстан аспайды. Ішінде сары көзді, қара бетті, арыстан жалды үлкендері келіп, кеменің арқанын тісімен қырқып жіберді. Толқынмен ойнақшып тұрған кеме жиекке кеп тақады. Маймылдар бәрімізді айдап далаға қуды. Жүктерді де жиекке сүйреп түтесін шығарды. Бір кезде кеме де жоқ болды. Оны қайда құртқанын да білмей қалдық. Маймылдардың өздері де жоқ боп кетті. Таудың іші жемісті ағаш, тұнық бұлақты екен. Жеміс теріп жеп, салқын судан іштік. Жүре-жүре ағаш ішінде адам тұрған бір сарайға кез болдық. Екі жерінен ілгегі бар, қақпасы ашық тұр. Қақпа есігі қара ағаштан жасалған екен. Қақпадан кірсек, кең аула, ауланың әр тұсында биік есіктер бар. Ортада үлкен сәкі тұр. Оның айналасы тамақ істейтін ыдыстар, ілулі тұрған таба, қолбақырлар, шөміш кеселер, анада жерде жатқан сүйіктер. Бірақ тірі пенденің нышаны сезілмейді. Есіз сарайға кіріп, жатып, ұйықтап қалыстық. Бір кезде гүрілдеген үн естілді. Құдды бір жер қозғалғандай болды. Басымызды көтерсек, күн батып кетіпті. Бойы бәйтеректей, бейнесі адам сияқты. Көзі шамдай жанып, тісі қабанның тісіндей айқасып, екі құлағы салпылдап, жерге сүйретіліп бір дәу келді. Қол аяғының тырнағы бүркіттің тұяғындай.
Оны көрген соң қанымыз қашып, қаққан қазықтай мелшидік те қалдық. Әлгі мақұлық келе сала балшық сәкінің үстінде біраз отырды да қайта түсіп, мұрнын пысылдатып біздің қасымызға келді. Алдымен менің бүйірімді, құйрығымды ұстап, қой көрген қасапшыдай салмақтап көрді. Мен жол азабынан азып, сүйектерім салбырап қалған еді. Мені тастай беріп, жанымдағы саудагерді ұстады. Ол да үлмеген арық болатын. Оны да қойып, бәрімізді салмақтап шықты да кеме бастығын көтеріп алды. Бұл өзі екі иығына екі кісі мінгендей ірі жігіт еді. Арамыздағы салмақтысы да осы сияқты. Әлгі дау оны тасқа бір ұрып өлтірді. Жарылған қарбыздай басының мылжа-мылжасы шықты. Асып саспай жайлап үріп, ұзын істек темір әкелді. Істекті өліктің кеңірдегінен сұғып, құйрығынан бір-ақ шығарды да лаулатып от жағып, төстіктей қақтады. Шала шарпы піскен кезде арандай тырнағымен жұлқып жей бастады. Етін түгелдей жеп болды да сүйегін үйдің іргесіне тастай салды. Өзі балшық сәкінің үстінде қорылдап ұйықтады. Қорлы кәдімгі шала бауыздаған малдайын айнымайды. Дәу ертемен тұрып үн қатпай бір жаққа кетті. Ол бәле ұзадау деген кезде барып бір-бірімізбен тілге келістік. Әркім өз басын ойлап жылай бастады. Бұл бәлені көргенше суға батып өлгеніміз артық еді. Мұнанда маймылдың жегені жақсы еді. Көз алдыңда отқа қақтаған қорлық екен дестік. Соны айтып сарайдан шықтық. Аралды аралап бас сауғалайтын жай іздедік. Орман, тау суды жағалап саңылау таппай сарайға қайта келдік. Шамалы отырған соң жер дірілдеп қоя берді де сәлден соң кешегі қара бәле келді. Семіздеу біреуімізді тағы жеді. Қарны тойған соң қорылдыға басты. Ертемен ерте тұрып тағы кетті. Ол кеткен соң өзара кеңеске кірістік. Күніне біреуімізді жегізіп құрмайық, қашып құтылудың жолын табайық, деді біреуі. Дұрыс, дедім мен. Осы сарайда шашылған көп тақтай жатыр. Соларды жинап, сал буайық. Соған мініп теңізге түссек, не елге жетерміз, не суда жүріп қарық болармыз. Бірақ мына адам жегіс бәлені өлтіріп кетейік. Міне, осы ақыл дұрыс, десті басқалар. Сонымен ауладағы бөденелерді теңіз жағасына тасып, үлкен қайық жасадық та сарайға қайтып келдік. Дәу күндегі әдетімен семіз біреуімізді қақтап жеп ұйқыға кетті. Қорлы жер дүниені көшіріп барады. Біз екі темір істікті отқа қыздыра бастадық. Істік қып-қызыл болған кезде оны көтеріп әкеп дәудің көзіне қадап, бойлата сұғып жіберді. Көздері ішіне кіріп кетті. Мақұлықтың шыңғырған ащы дауысы шықты. Үй қабырғалары қалтырап, жер дірілдегендей болды. Дәу қолымен қарманып бізді іздей бастады. Біз бет-бетімізге қаштық. Екі көзі ағып кеткен неме әлі қарманумен жүр. Енді шаруамыз біткен шығар деп ойладық. Ол қарманып жүріп, қақпадан шыға бере тағы айғай салды. Бұл айғайдан жер қалшылдап қоя берді. Кенет дәудің айғайын естіп, алыстан тағы бір дәудің жүгіріп келе жатқанын көрдік. Бұл ұрғашысы екен. Бойы ірі, ұсқыны бұдан да сорақы, нағыз албастының өзіндей. Емшегін сүйретіп, соқыр дәуге қарай жүгіріп кетті. Біз бұл кезде өзіміз жасаған қайыққа мініп үлгерген едік. Соқыр дәу біз жақты нұсқап бір нәрсені айтып жатты. Бір кезде ұрғашы дәу орнынан шалт тұрды да дерменде тастарды алып бізге жаудыра бастады. Тас жетпейтін жерге ұзап кеткенше 3 кісіден басқасын таспен қырып салды. Қайық үстінде үшеуміз ғана тірі қалып ағыспен жүзе бердік. Бір күні жинап алған жемісіміз таусылды. Амал қанша? Құрғақ жерге шығуға тура келді. Жерден пайда болған адам жерсіз қайтып күн көрмек. Жазираға шығып, жеміс теріп жеп, қарнымызды тойдырдық. Кешке дейін жүрдік.
Түн көрпесін жапты. Біраз ұйықтап басымызды көтерсек, айналамызды құйрығымен орап, жуандығы күбідей ұзын Айдаһар жатыр екен. Зәреміз ұшты. Ол біздің оянғанымызды күткендей басын көтеріп, аузын арандай ашты да, көзін бадырайтып тұрып, біреуімізге ұмтылды. Оны иығына шейін жұтып сәл демалды. Содан кейін қалғанын жұтты. Әлгі бейбақтың қабырға омыртқасының сытырлап сынғанын естіп үрейіміз ұшты. Шаруасын бітірді де Айдаһар жөніне кетті. Серігіміз екеуміз басымыз ауған жаққа қаша бердік. Әбден сілеміз құрып, шаршап келіп бір жерге жаттық. Түнде ағаштың басына шығып демалдық. Қас қарая Айдаһар тағы келді. Жалтақ-жалтақ қарап тұрып, біз отырған дараққа қарай жылжыды. Ағашқа оралып өрмелеп келді де серігімді жұтты. Иығына дейін жұтып, сәл демалды да қалғанын тарта берді. Сытырлай сынған қабырғаның үнін естідім. Шаруасын бітірген соң Айдаһар дарақтан түсіп жөніне кетті. Мен жалғыз қалдым. Таң атқанша кірпік қақпай дарақ басында отырдым. Күн сау бойы көтерілгенде жерге түстім. Кеудеде жан бар дегенің болмаса дәрмен қалмаған. Қорқыныш үрей әбден қалшылдатып біткен. Бұл азаптан теңізге түсіп өлгенім артық деп ойладым. Бірақ онымда далбаса, суға түстің не, Айдаһарға жем болдың не, түбі өлім емес пе? Одан да күресейін деп шештім. Енді айлаға көштім. Қос құлаштай ағашты аяғыма көлденең байладым. Дәл сондай ағашты беліме байладым. Олардан да ұзын жуандауын басыма байладым. Екі қолыма да ағаш құшақтап алдым. Қас қарая Айдаһар да келіп жетті. Әрі-бері айналып қалай жұтудың амалын таба алмай әбден әуреленді. Ағаштармен қоса жұтуға шамасы келмейтінін сезді. Жаным мұрнымның ұшына келіп қалтырап мен жатырмын. Айдаһар бірде жоғалып кетіп, бірде қайта оралды. Оған мен байлаған ағаштар бәле болды. Түнімен маңымнан кетпей қойды. Байқаймын, оның да зықысы шықты. Таң атып, күн көтеріле жөніне кетті. Ол кетісімен байлаған ағаштарды шешіп тастадым да далбасалап теңіз жағасына жетіп келдім. Құдай қарасқанда алыстан қарауытып бір кеменің сұлбасы көрінді. Бар даусымен айғай салып, қол бұлғап өзіме шақырдым. Олар мені байқап қалып жақындай берді. Мен кемеге мініп жан сақтадым. Кемедегілер жапырласып сұрап жатыр. Көрген қорлық сұмдықтың бәрін баяндадым. Олар таңданып жағаларын ұстады. Жан ашып мен сорлыға жаңа киім кигізді, ас су берді. Әйтеуір жан шақырып есімді жидым. Кеме жылжып, Салахат деген бір жазираға тоқтады. Жиектегі елге саудагерлер сататын дүниесін алып шықтым. Кеме бастығы мені шақырып алып, сен көп азап көріп жүдеген адамсың. Саған жәрдем ретінде бір дүниені сыйлайын. Өткен сапарда өзімізбен бірге келе жатқан бір саяхатшыдан көз жазып қалдық. Өлі тірі екенін әлі күнге дейін білмейміз. Содан бері 5 жыл уақыт өтті. Ешқандай сыбыс жоқ. Мен соның мүлкін саған берейін. Сен сатып пайда қыл. Бағдат шаһарына жеткесін туыстарына мүлкін қайтарарсың, деді. Меніңіз болсын тақсыр, деп қуанып кеттім. Кемеші жүкті шығарып еді, сыртында Бағдаттық Сандыбат деп жазылған өз жазуымды тани кеттім. Ей, кемеші, мынау менің мүлкім ғой, Сандыбат деген менмін, дедім. Кемешінің түрі бұзылып кетті. Сиыр сыпығанды білмейді деген не танытып тұрсың? Иесіз дүние деген соң Сандыбат бола қалдың ба? Ол адамды біз жақсы танимыз. Олжа дегенде үні қатты шығатын саудагерлердің әдеті ғой, деді жақтырмай. Айналып кетейін, Сандыбат менмін. Кеме аралға тоқтағанда ас ішіп болып, бұлақ жағасына қалғып кетіппін. Оянсам, бұл кеме кетіп қалыпты. Әлгі жүктер менікі. Осындағы саудагердің бәрі менің Жиһангез Сандыбат екенімді біледі, дедім. Сөзімді құлағы шалған кемедегі саудагерлер жиналып келіп, бірі сенсе, бірі сенбей тұрды.
Менің сақал-мұртым, шашым өсіп, адам танымайтындай кейіпке еніп кеткен едім. «Ей, кемеші, мен сенің кемеңе қалай мінгенімді есіңе түсірейін. Сенің атың Сағындық емес пе? Әйелімнің есімі Сәпина. Біз екеуміз Бағдаттың орталық базарындағы Сыдықтың шайханасында жолықтық. Есіңе түсті ме?» дедім. «Ойланып отырмын, айта түс», деді кемеші. Мен жазираны суреттеп қалай барғанымызды, мен қалай ұйықтап қалғанымды, одан кейін көргенімді, сұмдық құс, алмас тастарды айтып отырғанымда, «Ой, бәрекелді, дәл өзі, бұл алмас опатынан менің тастаған қойыма жабысып шыққан. Ойбой, мұның берген алмасын қандай көп алтынға саттым. Досым, қолыңды алып келістіріп қайта амандасайық», деп біреу қолын соза берді. Кемешілердің де тани бастағаны болды. «Жүкті хаттап кіргізетін мырза, бұл Сандыбаттың дәл өзі, божырап сөйлеп балпаң басқанынан-ақ таныдым», деді. Содан кейін кемедегілер қайта амандасып, өткен-кеткенді әңгімелестік. Жұмыр басты пенденің тірі болса көрмейтіні жоқ екен. 5 жылдан соң қайта табысып отырғанымызға таңмын. Өз дүниең ақырында өзіңе бұйырып отырғанын қарашы, деді кеме басшысы. Менің мал иесі екенім анықталған соң, кеме бастығы дүниемді түгел өзіме берді. Естеріңде болса, бұл менің екінші саяхатқа шыққан кезде жоғалтып алған жүгім болатын. Мен қайтадан саудаға кірістім. Алдым да сатып пайдаға шаш етектен баттым. Қалқымаған суымыз, баспаған жазирамыз қалмады. Теңізде кеш жүріп, талай тамаша көрдім. Өгізден айнымайтын, кейбірі есекке ұқсас балықтарды да көрдім. Теңіз қабыршақтарына жұмыртқа салып, балапанын теңіз бетіне шығаратын, өмір бойы жер баспайтын құстарды да кездестірдім. Ақырында аман-есен үйіме жеттім. Құдайға шүкіршілік етіп, той жасап, жоқ-жұқаларға садақа бердім. Достарыммен күнде думан, күнде той, дастарқаным жиналмай шалқып жүре бердім. Ішіп жеуге өзім де құмар адаммын, достар да көбейді. Бұл сапарда тапқан олжамда қисап болмады. Сапарда көрген азап-қорлықтың бәрі әне-міне дегенше ұмыт боп қала берді. Міне досым Сандыбат Хамбал. Менің 3-ші сапарым осымен аяқталды. Ертең келсең, 4-ші сапарымды баяндап беремін. Оның шыжығы мына сапардан да қызық, деді де Хамбалға әдеттегідей 100 мысқал алтын берді. Хамбал үйіне қайтып, ертеңіне азанмен Жиһангез Сандыбаттың сарайынан табылды. Күнде берілетін 100 мысқал алтын Хамбалды үлкен қуанышқа кенелтті. Бойы тыңайып, тыныш ұйықтайтын болды. Қатын баласының көңілі сергіп, тұрмысы түзеле бастады. Жиһангез Сандыбаттың сарайында күндегідей дастарқан жайылып, тағамдар қойылды. Ішіп жеп болған соң, ол 4-ші сапарын бастап кетті.